Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге дүние жүзі бойынша көптеген адамдардың өмірінің өзгеруіне себеп болған секрет фильмі жайында айтамын. Бұл фильмда Ронда Берннің секрет, яғни құпия атты кітабының желісі бойынша түсірілген. Бұл жерде автор көптеген жетістікке жеткен адамдарды зерттеп, олардың жетістікке жету құпиясы жайында сұхбат ала отырып, құпиямен бөліседі. Бұл құпия тартылыс күші. Сіз қай жерде тұрсаңыз да, қай мемлекетте өмір сүрсеңіз де, тартылыс күші жұмыс жасайды. Бұл жерде автор не айтқысы келеді? Адамның басындағы қиындықтары да, жағымсыз оқиғалары да сіздің өз ойыңыздың нәтижесі екенін жеткізгісі келеді. Яғни, сіздің өміріңізде болып жатқан оқиғаларды сіз ойыңыз арқылы өз өміріңізге тартасыз. Мысалы, қарыз жайында көп ойлайтын кісілердің қарызы көбейе береді. Себебі бар фокусты қарызға қояды. Ал егер көп табыс табуды ойласаңыз, жаңа идея келеді. Ал идея әрекетке келеді. Тағы бір мысал. Таңертең тұрғанда ойыңызға бірден жағымсыз ой келіп, немесе баратын жеріме кешігемін деп ойласаңыз, сіз бұны да өз өміріңізге тартасыз. Көптеген адамдар өздері қаламайтын нәрсе туралы көп ойлайды. Ал тартылыс күші сіздің ол ойды қаламай тұрғаныңызды білмейді. Неге халықтың 1% байыған үстіне байиды, және өмірінде таңғажайып оқиғалар болады. Себебі олар тартылыс заңының құпиясын біледі. Жалпы құпияның нақты 3 ережесі бар. Біріншісі сұрау. Нақты не қалайсыз? Соны сұраңыз. Екіншісі сенім. Сол қалаған затыңыздың болатынына сеніңіз. Үшіншісі қабылдау. Мысалы, көлік қаласаңыз, қандай көлік, маркасы және қашан сатып алатыныңыз туралы ойлаңыз. Екінші, сезіну. Яғни, салонға барып көріңіз, отырыңыз, ұстаңыз. Ең бастысы, мүмкін емес, ақша қайдан аламын деген негативті ойларға бой алдырмаңыз. Қаламайтын жағдайды мүлдем ойламаңыз. Тек жақсылық ойлаңыз. Өміріңізде нені болғанын қалайсыз, сол туралы көбірек ойлаңыз. Сіздерге секрет фильмін көруге кеңес беремін.